Ньютон кубогы осындай атпен физика пәні мұғалімдер арасында тұңғыш рет облыстық олимпиада өтті. Қарасай ауданында ұйымдастырылған білім бәйгесіне әр өңірден 60-тан аса ұстаз қатысты. Игі шара қандай мақсатты көздейді? Тақырыпты тілшіміз толықтырады. Физика пәні мұғалімдер арасында ұйымдастырылған Ньютон кубогы олимпиадасы өмірзақ орта мектебінде өтті. Бұл білім бәсекесінің басты ерекшелігі аталмыш пән бойынша байқау тұңғыш рет облыстық деңгейде ұйымдастырылып отыр. Жалпы облыста 1000-ға жуық физик бар. Олардың біліктілігін арттыру шәкірттердің біліміне тікелей әсер етеді. Сондықтан осындай олимпиадалар ұстаздардың шығармашылығын шыңдайды, әрі оқушыларға әр сабақты қызықты да өнімді өткізуге ықпал етеді дейді шара ұйымдастырушылары. Біздің облыс бойынша 1000-ға жуық физик бар, оның 6-ы педагог шебер, 113-і педагог сарапшы, зерттеуші 184-ті педагог сарапшы, қалғандары модератор, жас мамандар. Бізде ең негізгі бұл жерде біліктілік санатына қарасақ, физика пәні бойынша көбі жас маман. 50%, 60%-ға дейін жас маман болып отыр. Сондықтан біз сол жастарды қолдау алдағы уақытта республика деңгейінде, халықаралық деңгейіне шығу үшін осы олимпиаданы іріктеп отырмыз. Олимпиада 2 кезең бойынша өтті, яғни сайысқа қатысқан 15 команда бір уақытта, яғни 30 минут ішінде 40 сұрақтың дұрыс жауабын тауып шығуы тиіс. Екінші кезеңде оларға жекелей 5 есептен күрделі тапсырма беріледі. Қатысушылар оны 2 сағат ішінде орындап шығуы керек. Сөйтіп 2 кезең бойынша ең үздік деп танылған команда Ньютон кубогын еншілейді. Біздің Кеген ауданы бойынша жалпы 32 физика пәнінің мұғалімі жұмыс жасайды. Бұл өзге аудандармен салыстырғанда физика пәні мұғалімдерінің саны біздің ауданымызда аз. Енді бұдан кейін біздің жас өспірім келе жатқан студенттерімізге болашақ осы мамандықты таңдауына көп ықпалын сұраймын, ұсыныс жасаймын. Және бүгінгі олимпиада Ньютон кубогы біздің білім алушыларымыздың, мұғалімдеріміздің білім сапасын арттыруына ықпалын тигізеді деп ойлаймын. Және үлкен жетістіктер күтемін. Айта кетсек, мұғалімдер мұнда олимпиадаға қатысудан бөлек шеберлік сабақтар да өткізеді. Сөйтіп, білікті ұстаздар мен жас мамандар өзара тәжірибе алмасып тарасады. Құрманжан Қасымжанұлы, Бекжан Кенжебай, Жетісу арнасы.